Қазақтың түп атасы батыр түрік, арапсың деген сөздің түбі шірік, пәленше сахабаның затысың деп, алдаған дін жамылған өңкей жүлік, адамның тұқымынан нұх пайғамбар, үш ұлы хам, сам, яфас міне осылар, яфастың бір баласы түрік деген, өрбіген сонан өсіп талай жандар, болады араб жұрты самның ұлы, біледі шежіренің бәрі мұны, түріктің шын аты екен Надылше, түрік деп неге атанды тыңда соны. Қарлы Алтай қатты суық тауда жүріп, от жаққан Надылше оймен біліп, суықтан сөйтіп елін сақтаған соң, түрік деп хан көтерген патша қалып. Оқ өтпес түрік деген темір тұмақ, ат қойған ұйқастырып елі тымақ, жан сақтар темір киім от ел сақтар, емес пе жарасымды көрсең сынап. Аталған сөйтіп түрік Надылше, ол кезде жылдар өтті мыңдап неше, түріктен шыққан талай сайып қыран, жер жүзі тітіренген түрік десе, кім білмес баяқ өткен оғысқанды, қаратқан қол астына талай жанды, басында Азияны түгел билеп, үрім парсы араптың да көбін алды, жазады талай елдің жазушысы, адамның өзгеше деп қылған ісі, 340 жыл бұрын пайғамбардан атағы жер жүзіне шыққан кісі, Оғысхан Мұғыл ханның немересі, Қарахан еді оның өз әкесі, ерлігі, естілігі, әділеті, әлемде болған емес бір теңдесі. Айтайын Атилланың қылған ісін, сиқыр деп ойлаған жұрт қайрат күшін, Азияны түгел билеп Еуропаның, көбі ауған Атилладан қорыққаны үшін. Атилла Мұнжық ханның баласы еді, басы үлкен кеудесі кең аласа еді. 1500 жылдай болды өлгеніне, оның да қылған ісі тамаша еді. Қайтейін айта беріп алған жерін, атаңның ойға түсір сондай ерін. Қор болып осы күнде отырсың да, қозғалсын өткен дойлап іште шерің. Кім білмес кешек өткен Шыңғыс ханды, жартысын дүниенің түгел алды. Талайын Европаның бас игізіп, қорқытып Қытайға да алым салды. Қолына туып еді қан уыстап, әлемді билей тұғын үлгі нұсқап. Қойылған Шыңғыс тауға соның аты, өзенін осы хақан кеткен қыстап. Ортасын араб Қытай түгел алып, Азия Европаға жарлық салып, мейірімді алған елге әділетті, кетеді қарсыласса қанға малып. 800 туған жылға толды, Темучин атын бұзып Шыңғыс қойды. Шыдамды Шыңғыс деген мықты демек, 30-ға келмей тұрып бақыт қонды. Ол туған бұлын үнжылдық деген жерде, рахымды қол астында кірген елге, не дінге не ғұрыпқа қол соқпаған. Ой жібер міне осындай кемеңгерге, кешегі әмір темір қандай еді, әлемге жаққан жарық шамдай еді. Міне оның туғанына 600 жыл, батырдың сайып қыран маңдай еді. Әкесі Тарағайда батыр еді, кіші деген жерді билеп жатыр еді. Ту ұстап әмір темір атқа мінді, жазасын талай жауы тартып еді. Шыңғыстың алған жерін одағы алған, болмайды бұл сөзімнің бірі жалған. Түріктің хан Йылдырым Баязитін, ағашқа жеңіп ұстап таңып алған. Дұшпаннан қарсы келсе қан ағызған, бір емес мұндай қанды көп ағызған. Алғанда Асфаханды көп соғысып, 70 мың бас сүйектен үй салғызған. Түріктен талай сабаз батыр келген, шыққан ба ондай батыр бөтен елден. Қытайды шабамын деп бара жатып, ол темір дәл 71 жасында өлген. Кім білмес кешек өткен тоқтамысты, орыстан алым алып көрдей қысты.
Қазақ пен Ноғайлының ақындары едіге тоқтамысты жыр қылыпты. Демеңіз атақтының бәрінде жаз, жазуға түгел теріп жетпес қағаз. Кейінгі айтылатын сөзді тыңда, түріктен тағы қандай шыққан сабаз. Жоғарғы айтқанымды қылсаң пайым, құя бер құлағыңа ұққан сайын. Бұл күнде Стамбулда бөлек тұрған, айтайын енді Оспанды түрік жайын. Түріктің Сақа деген бір табы еді ол, тауына Гималайдың барыпты ол. Сақадан Қаңлы деген тап бөлініп, баруға Үрім жеріне тартыпты жол. Солардың кеткеніне 700 жыл, айтылды біраз одан оны да біл. Кез болып кезіп жүріп зор бақытқа, қандай бақ берді Тәңірі соны есеп қыл. Қаңлының қаны болған қия деген, жер салып ерлікпенен ел билеген. Ол өліп жалғыз ұлы ер Сүлеймен, сол жерден қайта көшіп жөнеп берген. Ефраттың дариясына келіп жеткен, су тасып нөсер құйып асқан шектен. Алды артқа қаза келсе қаратама, қапыда ер Сүлеймен суға кеткен. Талапты тағдыр оған бала берген, қайраты ақылы артық дана берген. Ер Тұғырыл Сүлейменнің жалғыз ұлы, сол жерде 400 үймен қала берген. Көшсе де өңкей Қаңлы көшпей қалған, ерлікпен маңындағы елді алған. Бірталай аз уақыт әскер жиып, Ер Тұғырыл Есті Батыр деп аталған. Хан емес көп әскердің басы болған. Қартайып сөйтіп жүріп жасы толған, орнына Оспан деген ұлы отырып, Ер Тұғырыл 90 жаста опат болған. Осы Оспан көп ел алып хан болыпты,